Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Осы Алматы қаласында үш қызымен жалғыз басты Дамира атты келіншек жалпы қарындасымыз тұрып жатыр. Енді мұсылман, қандай да бір мұсылман бұл дүниеде бір мұсылманды қуантса, Алла Тағала ол кісіні қияметте қуантады деген. Сондықтан иншалла осы жалпы алдымен ол кісінің тұрып жатқан жерімен танысайық, және осы балапандарын қуанту мақсатында мына заттарымызды алып барып тапсырайық иншалла. Сәлеметсіздер, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалай, жақсысыздар ма? Ассалаумағалейкум. Бисмилля. Кәп. Ай, машалла. Кел алай. Осы бір бөлмені жалдап жатқаныма 5 жыл болды. 5 жылдан бері осы жерде тұрам. Анаңызбен тұрдыңыздар, иә? Анаммен тұрдым. Анам жақында күзде қайтыс болды. Мамам қарап отыратын үш қызыма. Қазір енді өзі қарайтын ешкім болмаған соң жұмысқа кетерде сырттарынан құлтап кетем қыздармен. Менің өз үйім болса екен, өзімнің бөлмем болса екен, анамның өзінің ас бөлмесі болса екен, бізге күшті тамақтар жасап беретін. Құрметті қазақ елі, мінекей қазір біз осы Дамира қарындасымыздың шаңырағына келіп отырмыз. Жалпы бұл тұрып жатқан жері квартира. Дамира қарындасымыз қазір отбасымен жаңағы толық ажырасқан, асыраушысы жоқ бұл отбасының. Бар күш енді осы қарындасымыздың өзіне түсіп отыр ғой. Осы кішкентай балапандардың қазіргі арманы өзіміздің шаңырағымыз, баспанамыз болса деген ниеттері. Иншалла, құрметті қазақ елі, жалпы біз осы мақсатта, осы мынау мейірім бағы қорымен бірге осы отбасыға иншалла баспана алып берсек деген ниетте келіп отырмыз. Құрметті қазақ елі, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, иншалла осы балапандарға бір жылы жая берсек, ешкімге жалтақтамас екен. Анасы уайымсыз осы жұмысына барып, осы балапандарын асыраса деген ниет. Сондықтан құрметті қазақ елі, өздеріңізге қолға саламыз. Сауапқа сіздер де ортақ болсаңыздар. Өйткені садақа, білесіздер, садақа бәлені қайтарады деген. Алла Тағала жомарт иесі. Сондықтан ол сауап бәрімізге бірдей тиесілі. Иншалла, құрметті қазақ елі, барлық реквизиттерді Алла нәсіп етсе астына жазатын боламыз. Иншалла, осы отбасыға Құдай қаласа бір қуантайық баршамызды. Жоқ дегенде, шамамыз келмей жатқанда осы видеоның таралуына атсалыссаңыздар екен. Баршаңызға Алланың сәлем берекесі болсын ағайындар.